Қайырлы таң, қазақ елі, күліп оян Алматы. Жұлдызды жаңалық айдарының бүгінгі шығарылымында Мейрамбек Беспаев ағамыз өзінің жұлдызды жаңалықтармен бөліспек. Өмірдегі, өнердегі аға кеше ғана, осы жақында ғана тұсауы кесілген Медеу ағамен айтылған дуэттен әңгіменің арқиссасын бастасақ, ол қайдан туды, кімнен ұсынысты? Ассалаумағалейкум, ардақты ағайындар. Мен жалпы өзім заманындағы бірге жүрген сахналас әріптестердің ішінен мықтылармен өлең айтқан жақсы көремін. Өйткені өзімнің естелігімде қалсын деп. Содан мен көптен бері ойлап жүрген осы Медеу ағам шынымен де профессионал, кәсіби деңгейі жоғары әнші ғой, мықты әнші. Сондықтан сол кісіге өзім ұсыныс тастадым. Сөйтсем, ол кісіде түкпірінде, жүрегінде бір ән жатыр екен, Толғау Абдрахман Асылбектің сөзіне жазылған «Сағыныш» деген. Сол әнді ұсынып көрдім, бірден келсе кетіп жабысып, сол әнге кірсе кеттік. Бірталай айлар кетті десек те болады, болған көп толғанды, бір жерін қалай өзгерттік, әбден пісірдік десек те болады. Халықтың көңілін ұштап, термес беттес, толғау ойлы өлеңдердің бірі деп ойлаймын. Қыздар нәзік десе де айылдарын жимайды, әттең көшеде тән сатқаны қинайды. Табиғаты мұңға жақын, қоңыр үнімен бар қазақтың жүрегіне жол тапқан Мейрамбек Беспаев соңғы кездері Музарт ансамблімен жеке шығармашылығынан бөлек дуэттер жазуға ден қойғандай. Менде күйгенмен әлі келемін шыда. Сен ойла, сағынышың мені жабыққан, жаның күні кешті. Ал Ақылбек Жеменимен орындаған әнінің табиғаты бір бөлек. Билеші қыз билеші, бұл жердің сен сұлу бигеші, билеші тағы да жайнасын, өзіңден бигеші. Ақылбек енді Алматыға келгелі бері менің қасымда жүрген бауырым, Құдайға шүкір қазір жұлдызы жанып үлкен сахналарда жүр. Сол о бастан екеуміздің жоспарымызда бар еді, жақсы бір ән болса. Негізі мен бір термес беттес болсын деп едім, бірақ оған енді Ақылбектің өзінің ұсынысы, жаңа «Бейші қыз» деген бір әндер, көп әндердің ішінен ұнаған сол әнді тоқталып жазғанбыз. Енді Құдай қаласа көп жерлерде айта алмай жүрміз ол әнді, жазуын жаздық та. Өйткені мен басқа жақта, ол басқа жақта деген сияқты екі адам дуэт жазса, бір жаман жері сондай кейде қосыламай жатып жатасың. Әлеуметтік желідегі парақшасына Мейрамбек мырза сурет жүктеп, мереке құтты болсын. Гүлнұр Мамасарипова досыммен жаңа жобамызды талқылау сәтінен бір сурет. Барлығымызға сәттілік деп жазды. Желі қолданушылары қандай жоба екенін білгілері келетіндіктерін толассыз пікірлер арқылы байқатты. Айтудың да жоқ шығар, өйткені дер кезінде шыққан кезде болғанын жақсы деп ойлаймын. Қандай жаңалықтың болсын. Өйткені қазір айтып алып, ары қарай жұмыс бір кедергілер болуы мүмкін, бір қырсық болып қалып айтып шықпай қалса, одан кейін өзіміздің де миымыздан кетпей жүреді да, сол жаман болып жүресі. Қандай жоба? Жанр енді осы өнер адамдары туралы жалпы. Осы біздің әншілерімізді, жұлдыздарымызды насихаттайтын бағдарламалар осы. Біз өзіміз білетін дүниелерді ғана жасаймыз, ішіне керек. Мен басқа өзім түсінбейтін саланы, оны түртпектеп, оны ары қарай кірісе бергім келмейді. Өзім білетін сала болғаннан кейін біраз ұсыныстар айттым, Гүлнұр оны толықтырды. Сондықтан жақсы жобалардың бірі болады деп ойлаймын. Мейрамбек Беспаев жоба жайында айтқысы келмегенмен, астыртын сауалдар арқылы шет жағасын білдік. Әншілер насихатын қолға алмақ. Демек, Музарт ансамблінің өнерпаздары тағы бір шоу дайындап жатыр деп топшыласақ болатындай.